Сәлем фильммейкер, сіздермен бірге Асқар. Бүгін біз мобилографтың YouTube'та 5 мүмкіндігі жайлы айтатын боламын. Ал ендеше кеттік. Automatic boys on the rise of the way like erosion. Y'all niggas way too tight, nigga. What do you gain from emotion? Stop the commotion. Y'all niggas not outside. Suck a dick, you sucker niggas can die. If I want it, ain't no way you get shot. I could cancel all your plans with a swipe. I could cancel all your plans for life. Truthfully, you see the physique, you know you're not fucking with me. To keep it a bean, I need me a G if I'm putting words to a shit. You niggas centerpiece, you sensitive please, 100 feet on them at least. I'm where I'm supposed to be, my spirit at ease. You don't wanna talk about free. Сонымен бірінші, сен өз каналыңды ашып, яғни YouTube'та видеоларыңды портфолио ретінде жинайтын боласың. Портфолионың не керегі бар саған? Мысалы, сен видеоларды түсіресің, неше түрлі видеоларыңды өзіңнің ұнаған немесе клиенттерден келген неше түрлі видеоларды сен осы YouTube каналыңа жинайсың. Instagramға немесе TikTokқа жинағаннан гөрі сен өз YouTube'ыңды ашып, видеоларын салғаның саған портфолио ретінде клиентіңе ұсынсаңыз, кішкене серьезный болып көрінеді. Себебі ол YouTube TikToktан және Instagramнан артықтау. Оны өздеріңіз де білесіздер. Және де екінші, авторский правосына ие боласыз. Яғни сенің видеоң түсіргеннен кейін ол сізге ғана тиесілі болады. Әрине ол YouTube'тың шеңберінде. Егер сіз авторский правоға ие болсаңыз, бұл сіз сол видеоға ие екеніңізге 100%. Сіздің видеоңызды ешкім ұрлай алмайды және ешкім басқа жерде қолдана алмайды. Просмотр, подписчик келгеннің барлығы сен үшін. Яғни сен ғана сол видеоның артықшылығын пайдалана аласың. Сол видео сізге ғана пайда бере алады. Сол үшін де авторский правоға ие болуыңыз YouTube'та өте маңызды. Ал енді үшінші, өте керемет нәрсе, бұрын соңды болмаған деп айтсақ та болады, тек қана бұл YouTube'та ғана бар. Бұл сізге көптен үлкен пайдасын тигізеді, ол монетизация. Бұны бәріміз жақсы көреміз. Ақшаны, конечно, бәріміз жақсы көреміз, ақшаны бәріміз жақсы көреміз. Сол үшін де сіз видеоңызды, яғни каналыңызды ашып, видео түсіріп, оны монетизациялай аласыз. Яғни пассивный доход, ақша түсетін болады. Сіздің фантазияңызға байланысты әдемі видео түсіріп, оны керемет монтаждап, оны YouTube каналға салсаңыз, яғни адамдардың көретінін қызықтыра алатындай көруге, сондай видео салатын болсаңыз, онда сіз сол видеодан түскен ақшаны ие бола аласыз. Яғни айтқанда, контентіңізді монетизациялай аласыз. Бұл үшінші болды. Төртінші, сіз бренд қалыптастырасыз. Бренд сіз үшін, яғни сен үшін, сен деп айта берейін, бұл сен үшін өте маңызды. Клиенттердің көп болуы, және де қымбат ақша төлеуі сізге. Яғни өз-өзіңізді қымбатқа сатып алуыңыз, және де үлкен брендта қалыптастырған адамдармен байланысқа шығып, немесе солармен бірге болуға сіздің бренд қалыптастыруыңыз маңызды. Ал бренд қайда қалыптастырасыз? Әрине ол YouTube каналыңызда. Ол бренд қалыптастыру үшін сіздің видеоңыз сапалы, яғни өзіңіздің каналыңыз болу керек, сол жерде ақша шығарып отқан болу керек, жалпы айтқан кезде өзіңіздің ісіңіздің профи екеніңізге дәлел болу керек. Сен күнделікті сондай видеоларды сала отырып, сіз өзіңіз, яғни сіздің атыңызды, түріңізді бренд қалыптастыра бастайсыз. Сонымен қатар сізде ақша, табыс та, яғни өзіңізді қымбатқа да сата алатын боласыз. Сонымен сіз бренд қалыптастыруыңызға YouTube сізге көмектеседі, яғни себеп. Ал соңғы бесінші, өз подписчиктеріңді жинап, яғни фанаттарыңды қалыптастырасыз. Подписчиктер дегенімізде сіздерде видео түсіргеннен кейін, канал ашқаннан кейін, кәдімгі осы алдындағы 4 күн жүргізгеннен кейін сізге подписчиктер келе бастайды. Және де фанаттарыңыз көбейеді. Өздеріңіз білесіздер, фанатқа ие болған адамдар бренд қалыптастырған болады, және де мысалы сіздің фанаттарыңыз болса, сіз үшін ол ақша төлеуге дайын болады. Сол үшін де мобилографтар, фильммейкерлер, любойыңызға айтатыным, сіздер YouTube'ты максимально пайдаланыңыздар. Сіздер кереметсіздер. Сол үшін де мобилографты таңдадыңыздар ма? Значит, сіздер табысты болу керексіздер. Обязательно табысты болу керексіздер. Главное, сіздер осы 5 нәрсенің жақсы жұмыс жасайтын болсаңыз, онда сіздер кереметтей ютубер және мобилограф боласыздар. Осы міне 5 нәрсе болды. 5-ін қайталай кетсем, біріншісі видеоңызға портфолио ретінде жинайсыз. Екінші, видеоңыздың авторский правосына ие боласыз. Үшінші, контентіңізді монетизациялайсыз. Төртінші, бренд қалыптастырасыз. Бесінші, өз подписчиктеріңізді жинап, фан-база, яғни фанаттарыңызды қалыптастырасыз. Достар, осы 5 нәрсені толықтай біліп және өмірлеріңізде қолданғыларыңыз келсе, осы видеоның астында сілтеме тұрады. Mobile Making курсына шақырамын. Сол курсқа кіріп, жазылып кетіңіздер. Көрермендер, сіздерде қандай ұсыныстар бар және де қандай нәрсе жайлы білгілеріңіз келеді, келесі видеоны соларға арнайтын боламыз. Комментарияға жазып кетіңіздер, ұялмаңыздар, сұраңыздар, біліңіздер.
Қорықпаңыздар, бәріне жауап беретін боламыз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Асқар, сау болыңыздар.